Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге Орео тортын жасайтын боламыз. Бізге керек заттар. Осы заттардың барлығының мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Бізге ең бірінші жұмыртқа керек болады. Сұйық май керек болады. Шекер, сүт, ұн керек болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Разрыхитель және какао керек болады. Ең бірінші жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек жақсылап бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын жақсылап көпіртеміз. Миксерді ең жай скоросынан бастап миксерлейсіз. Миксердің ыдысы жұмыртқаның ағын миксерлеп болған кезде, төңкерген кезде біздің жұмыртқаларымыз төгілмейтіндей болу керек. Және шекерді 3 бөліп саламыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Міне осындай болып көпіру керек жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысына сүтті құямыз. Және сұйық майды құямыз. Миксермен араластырамыз. Жақсылап араласу керек. Жұмыртқаның ағын осы видеода көрсетілгендей етіп миксерлеу керек. Осылай етіп миксерлесеңіздер, торттарыңыз биік болып, әдем болып шығады. Жұмыртқаның сарысын 3 бөліп құямыз. Және астынан жоғары қарай араластырамыз. Ұнның үстіне разрыхительді елеуіштен өткізіп саламыз. Және какаоны елеуіштен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үшеуін жаңағы миксерленген жұмыртқаға 3 бөліп, осы ұнды, разрыхитель, какаоны саламыз. Және астынан жоғары қарай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осындай масса шығу керек. 18 диаметрлік осындай формаға 2 бөліп пісіріп алдым. 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аласыз. Міне осындай біреуі кішкентай, біреуін үлкен қылып пісірдім. Үлкенін ортасынан 2 бөле саламыз, сонда 3 корж шығады. Торт тегіс болу үшін үстіндегі шапкасын кесіп тастаймыз. Торттың кремін дайындаймыз. Миксердің ыдысына осылай қант ұнтағын салып аламыз бірінші. Мен осындай натуральный сливки қолданамын. Сливкиді қант ұнтағының үстінен құямыз. Миксерді ең аз, ең жай жылдамдығынан бастап миксерлеп бастайсыз. Бұл натуральный сливки болғандықтан кішкене капризнилау келеді. Шамамен 1 минуттан кейін миксердің жылдамдығын тағы да 1 есеге үлкейтесіз. Тағы да 1 минуттай миксерлеп, ең қатты жылдамдығына тағы да 1-2 минуттай қойып миксерлеп аламыз. Творожный сыр саламыз. Сливкиіміз барынша қою болғанша миксерлейміз. Торттың кремі осылай қою болу керек. Орео печеньесін алып, майдалап, ұнтақтайсыз. Дайын болған кремге жаңағы майдаланған Орео печеньесін салып, жақсылап араластырамыз. Торттың бетін әсемдеуге печенье қоспай тұрып, кішкене крем алып қалу керек. Тортты жинайтын боламыз. Тортты жинаған кезде бисквиттің астын міндетті түрде үстіне қойып жинаңыздар. Сонда торттың беті теп-тегіс болады. Торттың сыртын осылай креммен қаптаймыз. Тортыңызды осылай креммен қаптағаннан кейін холодильникте 5-6 сағатқа қойсаңыз, тортыңыз өте жұмсақ, өте әдемі болады. Міне достар, біздің Орео тортымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді торттардың бірі. Достар, егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Торт кескен кезде осындай болады. Өте дәмді, өте жұмсақ.
подписка жасап лайк басуды ұмытпаңыздар.